Қараш ажыран, қызғалдақтар қандай әдемі. Иә, мен сияқты. Атам мені қызғалдағым дейді. Кітаптан оқыдым. Оны грек қызғалдағы деп атайды. Әне, Шымкент қаласының төл белгісінде де сол қызғалдақ бейнеленген. Ол не? Грек қызғалдағы? Қазақша неге атамаған? Білмейді екен Маржан. Құмыра ата, сіз не айтасыз? Бұл шетелдің Грейт деген кісінің атымен аталып кеткен. Ілгеріде ол қазақ даласына келіп, осы қызғалдақты көріп, ерекше тәтті болған екен. Сосын осы өсімдікті алып Европаға барады. Ой, европалықтар қызғалдаққа ерекше қызығушылық танытып, оған Грейк атын берген. Мысалы, Голландия елі соның арқасында қызғалдақтың отаны аталып жүр ғой. Қалайша? Бұл әділетсіздік қой. Сонда біздің қызғалдақты Европаның емденіп кеткені ме? Ол қазақ жерінің қызғалдағы емес пе? Шынында да тарихтың кейде қателесетін кездері де болады. Құмыра ата, олай болса, болашаққа барып біліп қайтайықшы. Мүмкін қызғалдақтың отаны Шымкент болар. Бұл қателікті түзету керек. Шынымен солай ойлайсыңдар ма? Иә. Әрине. Ендеше кеттік. Торайто Муслимо хас. Міне келіп те қалдық. Аружан, қарашы қандай керемет. Расында да ғажап қалай екен. Мәссаған, мынау шынымен Шымкент пе? Ғажайып әлемде жүргендеймін. Қандай керемет. Расында Шымкент болашақта осындай бола ма? Әрине болады. Бұл Шымкенттің 2050 жылғы көрінісі. Қаламыздың болашағы ғажап екен. Солай ма, Ажыран? Қарағым, оны білмейді екенмін. Ажыран, бұл не? Міне, біздің су бұрғағымыз тұр. Мұнда не үшін бұтақты қойған? Қызғалдақ қайда? Расында қайда кеткен? Мен де түсінбей тұрмын. Мұнаны пайдаланып көрейікші. Қолымды мұнда қойып көрейін. Шымкент қаласына қош келдіңіздер. Сіздерді қандай сұрақ қызықтырады? Біз жауап беруге дайынбыз. Мұна сурет сөйлеп тұр ғой. Сәлеметсіз бе? Мұна жердегі су бұрқақтың ішінде қызғалдақтың гүлі тұру керек еді. Иә. Ол неге жоқ? Сіздер Шымкент тарихынан жақсы хабардар екенсіздер. Иә, расында 20 жыл бұрын бұл жерде қызғалдақтың мүсіні тұрған. Алайда қызғалдақтың отаны болып Голландия елі танылған соң, біз мұны алып тастауға мәжбүр болдық. Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ. Рахмет сізге. Сау болыңыздар. Сау бол. Өкінішті. Қандай есімдіктен айырылып қалдық. Мен тарихта көп әділетсіздікке куә болғам. Бірақ мұнау өте ауыр әділетсіздік екен. Біз әділетсіздікпен күресуіміз керек. Құмыра ата, біз грекпен жолығайық. Онымен бұлай күресеміз. Ағай, сіз кім боласыз? Мен Самуэль Грекпін. Бұл Қазақстан қызғалдағы. Сіз мұны қалай емденесіз? Қызғалдаққа менің атымды берген европалықтар. Сондықтан мені мазаламаңыз. Кәне мойындаңыз, бұл біздің қызғалдақ. Қазақтікі. Солай ма? Ажыран, біз онымен мәдениетті түрде күресуіміз керек. Кешіріңіз, Грек мырза. Сіз қызғалдақтың отаны қазақ даласы екенін мойындайсыз ғой? Әрине,
Біз сізді мәжбүрлей алмаймыз. Болды. Мойындаймын. Қызғалдақтың отаны қазақ елі. Солай болғаны дұрыс сияқты. Түсіністікпен қарағаныңызға рахмет. Жарайсың, Аружан. Ей, балалар, біз оның қандай адам екенін білмейміз ғой. Иә. Сондықтан жүріңдер, қыздарым. Барып көрейік сол забанға. Жерге қызыл кілем төсегендей. Біз қазір 18-ші ғасырға келдік. Міне, Шымкенттің қызғалдағы сол кезде де осылай шайқалып тұрған. Керемет. Әне, керемет. ана отырған кісі сол болса керек. Барып жөн сұрасайық. Ей, сары бала, кім боласың? Мұнда не істеп жүрсің? Я не істеп жүрсіз? Менің атым Самуэль Грейк. Қазақ даласында келген ғылыми экспедицияны бастап келдім. Демек, мұна қызғалдақ сіздің есіміңізбен аталған ғой. Иә, солай десе де болады. Грейк ағай, бұл қазақ даласының қызғалдағы ғой. Ол не үшін сіздің атыңызбен аталады? Қызғалдақтың отаны неге Голландия болып танылады? Бұл әділетсіздік емес пе? Иә, жауап беріңіз. Негізі менің кінәм жоқ. Мен бар болғаны осы қызғалдақтарды көріп қатты ғашық болдым. Сосын оны Петербурға, содан кейін Европаға бардым. Ондағылар да бұл өсімдікті көріп тәнті болды. Сөйтіп, европалықтар бұл қызғалдақты менің атыммен Грейк деп атай салды. Әйтпесе, менің оған түк қатысым жоқ. Голландиялықтар бұл қызғалдақты менен алған. Бұл әділетсіздік қой. Енді біздің қызғалдақты европалықтар иемденіп кетті. Иә. Мен сендерді түсінемін. Үлкен қателік кетіпті. Ендеше былай істейік. Қазір. Не істемекші өзі? Білмеймін. Мен қазақ жеріне ғылыми экспедицияны бастап келген Самуэль Грейк деген азаматпын. Менің атыммен аталған гүлдің қазақтың қызғалдағы екенін растаймын. Сондықтан қызғалдақтың отаны қазақ елі болу керек. Бәсі сөйтсеңші. Келешекте бұл кемшіліктің түзелуін қалаймын. Бәрекелді. Міне, астына қолтаңбамды қойдым. Түсінгеніңізге рахмет, Грейк ағай. Сендер өжет әрі елдеріңнің нағыз патриоттар екенсіңдер. Сендердей жеткіншегі бар қазақ елінің болашағы жарқын. Ал, қыздар, енді мені іздеп жатқан болар. Экспедицияма барып қосылайын. Сау болыңдар. Сау болың, жолыңыз болсын, Грейк аға. Сау бол, сары бала. Көрдіңдер ғой. Өзі кішіпейіл екен. Иә. Ал, балалар, енді біздің де қайтатын уақыт келді. Я, бұл сөз жоқ сенсация, бірақ бұл қолжазба қайдан келді? Құмырата, енді не деп жауап берейін? Қойдан білейін. Біз қолжазбаны Шымкент цитаделі аумағындағы қазба жұмыстары жүргізіп жатқан жерден тауып алдық. Енді бүкіл әлем Шымкентті қызғалдақтың отаны деп танитын болады. Бұл істеріңізді ерлік деп бағалайсыздар ма? Жоқ, біз олай ойламаймыз. Өз елін, өз жерін шын сүйетін кез келген азамат осылай істер еді. Грек қызғалдағы қазақ елінде қайта оралып, бүкіл халыққа қуаныш сыйлауда. Сіздер қандай сезімдесіздер? Қызғалдаққа байланысты алдағы жоспарларыңызды айтсаңыздар. Голландия президенті Қазақстан президентіне Шымкенттің қызғалдағына қатысты хат жазыпты. Осыған қатысты пікірлеріңізді білдірсеңіздер. Болашаққа тағы бір барып келейікші. Бұлар қайда жоғалып кетті? Қайда жоғалып кетті? Бұл сиқыр ма әлде? Қайда кетті? Шымкенттің ғажайыбы таусылмайды. Мыналар жоғалып кетті. Шұғыл жаңалық. Қазір ғана Голландия президенті тікелей эфирде Қазақстан халқына үндеу жасады. Тыңдаңыздар. Құрметті қазақстандықтар, сіздерден келген керемет жаңалықты естіп жатырмыз. Иә, біз Голландия елі осындай әдемі қызғалдақтарыңыз үшін қазақ халқына алғысымызды білдіреміз. Қазақ даласы шығарған қызғалдақтың арқасында біз қызғалдақтар отаны екенімізді мақтан етеміз. Рахмет сіздерге. Алақай. Бәрекелді. Алақай. Су бұрқақтың сәлі енді келді.
білесің бе Аружан, менің ішімде мақтаныш сезімі оянғандай. Өйткені бүкіл әлем тамсанып, қызығып, қарайтын қызғалдақтың қазақ даласының қызғалдағы екенін дәлелдедік. Я жүрін, біздің болашағымызда мына қызғалдақтар секілді жайнай берсін. Иә, балалар, сендер тарихты өзгерттіңдер. Бұл үлкен ерлік. Сізге рахмет Қымыр ата. Қаламыздың тарихымен таныстық. Терең бойлап, болашағына да сапар шектік. Мен шым қаламды, қазақ елімді мақтан етем. Әй, бәрекелді қыздарым. Әр азамат өз елінің, өз жерінің құндылығын біліп, оны ардақтай білу керек. Өз тарихыңды құрмет тұтыңдар. Тарихыңа тағзым ету әр азаматтың парызы.